31 мамыр саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күні. Осыған орай Ильяс Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінде бірқатар шаралар ұйымдастырылды. 30 мамыр гуманитарлық факультетінің ұйытқы болуымен саяси репрессия құрбандарын еске алуға арналған қуғын-сүргін құрбандарына тағзым атты дөңгелек үстел өтті. Оған Қазақстан тарихы кафедрасының оқытушылары мен магистранттары және білімгерлер қатысты. Шара барысында тарихи танымдық патриоттық бағыттағы мол ақпараттар қамтылды. Сонымен қатар 31 мамыр өткенге тағзым атты митинг өткізілді. Шараға қатысушылар саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу мақсатында Ильяс Жансүгіров ескерткішінің алдына жиналды. Қуғын-сүргінге ұшыраған қазақ зиялылары туралы естелік айтып, нәубет жылдарында қырылған қазақ отбасыларының рухына тағзым етілді. Жиын құрбандарды 1 минут үнсіздікпен еске алудан басталды. Ескерткішке гүл шоқтарын қойды. Аталған шараға Талдықорған қалалық әкімшілігі, қалалық ардагерлер үйінің төрағасы, Достық үйі қоғамдық келісім орталығының директоры және университеттің оқытушылары мен студент жастары қатысты. Филология ғылымдарының докторы профессор Мұратбек Иманғазинов саяси қуғынға ұшыраған арыс азаматтарының бірі Ильяс Жансүгіров туралы терең толғанып, солақай саясаттың түпкі мақсатын түсіндіріп, құлагер ақын Ильяс Жансүгіров туралы тың деректер келтірді. Ақындар қуғын-сүргін құрбандарына арналған өлең жолдарын оқыды. Менің әкемнің інілері, екі бірдей інісі 37 жылы осы қуғын-сүргінге ұшырап кеткен азаматтардың біреуі. 38 жылы екеуі де атылып кеткен. Екеуі де оқыған азаматтар болатын. Малдыбек дейтін әкемнің інісі Ораз Жандосовпен бірге қызметтес болған. Ораз Жандосов ұсталғаннан кейін оғысында ұстап кеткен. Оның інісі Иманалы деген Ленинградта жоғарғы университеті біткен Павлодар облысының Баян ауылында қызмет істеп жүрген жерінен оғысында ұстап алып кетіп, оғысында сол 38 жылы атылып кетті. 57 жылы бұл кісілердің барлығы ақталды. Артымызда өсіп келе жас ұрпақтар үшін бұл өте пайдалы. Өйткені бұның ата-бабалары кім болған, қандай болған? Осы бұрынғы Совет үкімет дейміз, Совет үкіметіне өте үлестерін көп қосқан осындай алтын адамдарымыз бекерден бекер осындай қалғыға ұшырады. Егер ондай кісілер ондай ұшырамаса, қазір біздің жағдайымыз бұдан да әлі жоғары болады деп ойлаймын. Самал Ашырбеков, Асхат Жұмабаев, оқу телестудиясы.